Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді оладьи дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқамызды алып, содан соң тұзымызды және де құмшекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Тәтті болғанын қаласаңыздар, құмшекер көбірек қоссаңыздар болады. Жұмыртқамыз бен құмшекеріміз толық араласып, құмшекеріміз еруі қажет. Содан соң айранымызды қосамыз. Айран міндетті түрде жылы болу қажет. Алдын ала шығарып қойыңыздар, немесе жылытып алсаңыздар болады. Ашыған айран қолдансаңыздар болады. Осылай барлығын толықтай араластырып аламыз. Толық рецепті описание бөліміне қалдырып кетемін. Содан соң ұнымызды илектен өткізіп, жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң разрыхитель немесе сода қосып, тағы да араластырамыз. Осылай біздің массамыз көпіршіп, көбейетін болады. Енді кішкене ғана майды қыздыратын боламыз. Қызбай салсаңыздар майлы болып кетеді, сондықтан майымызды жақсы қыздырып алыңыздар. Осылай екінші бетіне аударып, орташа отта пісіретін боламыз. Іші толық пісуі қажет. Бізде осылай көтеріліп, өте дәмді оладьилер шығады. Ең оңай рецепт. Осылай барлығын пісіріп шығамыз. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Алда көптеген рецепттер шығаратын боламын. Осылай пышный, іші таза пісіп, әдемі болып шығады. Балаларыңызға таңғы асқа жасап берсеңіздер таласып жейді. Өте керемет шықты. Баршаңызға ас болсын.